Баршаңызға сәлем, сіздермен бала денсаулығы каналы. Бүгінгі тақырып горшокқа қашан отырғызып үйретеміз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Баланы ерте тосу, яғни екі аяғынан ұстап, баланы дәрет сындыруға үйрету, ерте горшокқа отырғызып қою, балада тік ішектің сыртқа шығуына алып келуі мүмкін. Яғни баланың тік ішегінен кішкентай қызыл ет қалташа шығып тұрады. Ол неліктен пайда болады? Себебі балада әлі анус бұлшықеттері қатаймаған болады, нәжісті ұстай алатын тік ішек сфинктері де жақсы дамымайды. Сол кезде баланы ерте тосу, оның үстіне ұзақ ұстау тік ішектің сыртқа шығуына алып келеді. Енді көбісінде сұрақ туындаған шығар: қашаннан горшокқа отырғызған дұрыс деген. Горшокқа минимум 1 жастан отырғызсаңыз да үлгересіз. Сол кезде балада анус бұлшықеттері мен тік ішек сфинктері жақсы дамып, қатайып үлгереді. Тіпті баланы 1,5-2 жасқа қарай горшокқа отырғызып үйрету дұрыс деп есептеледі. Себебі балада жүйке жүйесі мен қуық арасындағы байланыс осы кезеңде қалыптаса бастайды. Яғни бала дәрет шығарғысы келгенін түсінеді. Сізге де сол кезде түсіндіре алуы мүмкін. Және горшокқа отырғанша дәрет шығармай ұстап тұра алады. Горшокқа ерте отырғызудың бұдан да басқа зияндары болуы мүмкін. Омыртқасына, психикасына, тағы да басқа. Содан да балалар уже есін білгенде горшокқа отырмаймын деп жылайтын болады. Ал сіздің балаңыз қанша жастан горшокқа отырды? Қанша жастан немесе айынан тоса бастадыңыз? Комментарий бөліміне өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз. Келесі пайдалы ақпараттар мен видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.